Ассалаумағалейкум. Жалпы бүгін бізде қонақта біздің наурыз айының жеңімпазы умраға бізге барып келген есіміңіз Нұрлан мырзамен отырмыз. Жалпы Нұрлан мырза, біріншіден сізді шынымен де құттықтаймыз. Алланың қонағы болып барып келгеніңіз ол енді қазір біздің сұхбатты толық және де нақты айтып кетерсіз. Енді бірінші бізде сұрақ ол жалпы сіз өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Уағалейкум ассалам, шақырғандарыңызға рахмет. Есімім Нұрлан болады, Талдықорған қаласының тумасымын, жасым 25-те. Керемет. Нұрлан, айтып бересіз бе? Жалпы дайым ап қосымшасы арқылы сіз қайдан білдіңіз? Инстаграм желісі арқылы ма мүмкін сіз біреу арқылы біле алдыңыз ба дайым жайында? Иә, мен дайым қосымшасын Инстаграм парақшасынан білдім. Реклама болып шықты. Қызығып жазып алдым. Жақсы, керемет. Сонда сіз оны былай айтқанда жазып алу себебіңіз ол өзіңіз күнделікті Құран оқу керек болды сізге, иә? Дәл солай. Бірақ сіз сол Құран оқығаныңыз үшін умраға жеңімпаз ретінде баратыныңыз жайлы білмедіңіз? Или кейін ол ақпаратты білдіңіз ба? Жоқ, басында да білдім, бірақ негізгі ниетім Құран оқу болды. Тұрақты түрде күнделікті Құран оқу. Әдемі. Жалпы мен біздің көрерменге айтып кететін бір жайт бар. Бізде умраға жолдама ай сайын жүргізіледі. Әр айдың аяғында біз қорытындылаймыз. Бұл жеңімпаз ол Құранды жақсы оқитын немесе көп оқитындардың арасында емес, ол жалпы Құран оқи аламын деген адамдардың арасында жүргізіледі. Бір бет, ең бастысы кем дегенде күнделікті бір беттен оқылу керек, және ол жоқ дегенде бір айда 20 күннен артық осы оқылу керек. Солардың арасында біз ұтыс ойынды сол әр адамның өзінің номерін белгілеп қоямыз, сол арқылы біз жеңімпазды таңдаймыз. Қазіргі біздің көрермендерге соны жеткізіп кетейін деген әр адам, әр тұлға өзі қатысам десе, Құран оқимын десе, ай сайын қатысса болады. Әлде де осы айда кеш емес, 20 күн кем дегенде осы Құран бір бетін жоқ дегенде күнде оқу керек. Жақсы, Нұрлан мырза, енді айтып кетесіз бе, не өзгерді? Өзгерістер өте көп болды, бәрі керемет. Барып келгеннен кейін өзгерістер өте жақсы. Рухани өзгеріс болды. Аллаға деген құлшылық көбейді десе де болады кішкене. Құлшылық, машалла. Барып келгеннен кейін жалпы рухани өзгеріс болды. Бір сіз үшін андай болды, бір ғажап зат, вау, айта алмаймын деген бір ғажап зат болды ма? Сол сәттер, сол отрыв болса, жалпы сізде? Болды. Енді ол умра сапарында барып көргеннен кейін ғана түсінеді адам. Сол жақтың өзінің сол жақта болатын сезімдерді. То есть орыстар айтады ғой, озарение деп, иә? Сондай бола ма? Сөзбен айту жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын. Әрбір ниет еткен мұсылмандарға иншалла бұйырсын. Баршасына бұйырсын, әрине. Енді тағы да сұрақ, сіз оны білдіңіз ба? Сіз жеңімпаз болғаныңызда тікелей эфирден бақыладыңыз ба, немесе сізге қоңырау шалды ма, қалай болды ол? Тікелей эфирден. Сол сәтті бізге былай бір айтып берсеңіз в деталях. Жақсы, ол күні өзі ерекше күн болды. Таңғы уақытта ұйқыдан тұрдым, WhatsApp-ымды ашсам, SMS келіпті. Дайым қосымшасынан. Бүгін кешкі уақытта тікелей эфирі болады, ұтыс ойын ойнатамыз деп. Сол сәттен бері жүрегімде өз ұттың дегендей сезім болды. Сол таңғы уақыттан бастап. 100% сенімді болдым. Алланың өзі жүрегіме салып қойған олар. Сөйтіп, нақты сездім, білдім. Кешке эфирге қатысып, құтқанымды көрдім. Өзіңіз көрдіңіз? Өзім көрдім. Сосын сіздің атыңызды, сіздің номерді айтқан кезде сіз секірген жоқсыз ба? Қатты кішкене бала секіріп қуанып енді болады шығар, иә? Іштей қуандым қатты. Өйткені Аллаға шүкір деп. мен білемін, әрине ол әр адам қазір умраға барып келе алады, бірақ ұтып алған жайт ол былай айтқанда Алланың өзі сізді шақырды деген бір сезім, және жүректі бұл жылататындай бір сезім шығар дегенім ғой. Болды. Әрине болды. Ол енді Алла әркімді шақыра бермейді, ол өзінің сүйген құлын шақырады. Сіз енді иншалла Алланың рахымына иеленіңіз иншалла. Енді екінші сұрағым, Құранды сіз қанша жасыңыздан бастап оқи алдыңыз?
Құранды мен 16 жасымда оқып үйрендім. Содан бері әлі күнге дейін оқып келемін. Сіз ұстазбен мешіттің ішінде? Иә, Ернұр деген ұстазым болған, сауатымды ашты, Құран әріптерін үйретіп, сол кісінің себебімен үйрендім. Дұрыс. Енді жақсы, 16 жастан бастап, 16 жастан бастап. Құранға түстіңіз. Машалла. Енді айтып кетсек, жалпы кейін қалай болды? Сіз Алланың қалауымен ұшып кеттіңіз, содан кейін бәрі басталды сізде, иә? Түстіңіз. Жалпы осы алда шетелге шығып кеттіңіздер? Жоқ. Бірінші алғашқы болды. Бірінші сапарыңыз тікелей Алланың үйіне болған, ол да өте керемет. Қағбаны алғаш көрген кезде қандай сезімде болдыңыз? Енді осыны айтып берсеңіз. Жүрек елжірейді, әрине. Бара жақынның өзінде жылағым келіп, басымыз төмен түсіп бардық қой, Қағбаға дейін. Барып, ләббәйк аламызды айтып, Қағбаны көргенге дейін. Қараңдар дегенде Қағбаға қарадық, әрине сезім өте ерекше болды. Көзден жас шығады ерексіз. Енді айтып жеткізу мүмкін емес, шынын айтсам. Сіздің көзіне қарап уже көріп тұрмын, уже реально действительно оны сезіну керек. Осы эмоцияны сезген секілді мен қазір. Әдемі? Оны тек сезіну керек. Келсем иншалла әркіміміз маған да иншалла насip етсін, өйткені мен әлі сапарға сол умраға ниет етіп жатырмын, енді Алла қаласа, енді Алла нәсіп етсе иншалла деп енді осы жылға мақсат қойып жатырмыз. Көреміз иншалла. Жалпы бұл сапар сіз үшін нені білдіреді? Бір сөзбен айтқан кезде былай, қалай сіз өзіңіз? Аллаға жақындау, Аллаға құлшылық. Бұл сапар Аллаға жақындау? Иә, Аллаға құлшылық. Жақсы. Осы сапар арқылы жәннат сатып алуға да болады. Қабыл болса, иншалла. Иншалла, иә. Әрине енді сол құлшылықта болдыңыз, тағы да өзіңіз үшін қазақ елі мен сол араб елдерінің арасында бір айырмашылық сездіңіз ба? Мысалы, олардың дәстүрі, салттары, жүрістері немесе киімінде бәлкім тағы да басасын дегендей. Өзіңіз үшін бар ғой бір колорит сол үшін, местный колорит. Сезілді ме? Қаншалықты біздің қазақтардан айырмашылықтар бар екен деген ғой? Енді қатты байқамадым, шынымды айтсам. Мен негізгі ойын, шынымды айтайын, құлшылықта болды. Енді бар енді айырмашылығы. Басқа мемлекет, басқа ұлт болғандықтан, бірақ қатты байқамадым. Жалпы бар. Менталитет басқа, мейірімділік бар. Медина қаласында. Медина қаласының халқын мен мейірімділікті көрдім. Жалпы қалада адамдарынан. Тілдерін, сөздерін түсінбесеңіз де, көздерінен көріп тұрма сізге мейірімділігі? Иә, болды. Тілдерін сәл-сәл түсінемін. Түсінесіз? Сәл-сәл. Енді қараңыз, әрине әрине әрқашанда сіздің дұғаңыз, сіздің тілегіңіз ол сізбен Алланың арасындағы былай айтқанда әңгіме және өтініш болып саналады. Сонда да мен сұрақ қойсам болады ма? Қағба жанында жасаған ең үлкен дұғаңыз қандай болды? Ең басты, ең үлкен дұға әрине ол истиғфар, кешірім сұрау болды. Ең негізгісі. Одан кешірім сұрау. Ең бастысы. Алла әрқашан әр пенденің өзінің рахмына мейіріне ала көрсін, жүрегіне Алла деген. Кешірім, мейірім, өзінің рахмын сұрадым. Ең бастысы осы. Енді онымен қосымша бонус ретінде де дүниелікті де сұрадым. Жасыратын ештеңе жоқ. Жоқ, мен бір ұстазым айтты ғой, ол шынымен де ол мұсылман бауырлар негізі тек қана ақиретті ойламау керек, олар осы екі дүниені де алып жүру керек. Баланс былайша. Бұны мен Қалыбек ұстаздың айтқанын естіп қалдым, ол негізі рас, ол екі дүниені алып жүру осы жүрді, ол мұсылмандық деңгейде орта жол ұстау. Орта жол ұстау дұрыс, әдемі. Умраға барып келгеннен кейін жалпы енді сізде келдіңіз, енді қандай мақсат қойдыңыз өзіңізге? Осы дүниеліктегі және қандай амалдарды көп істеймін деп уже шештіңіз. Жалпы өзіңіз қандай енді алға қойған мақсатыңыз бар? Алғашқы 5 жылда алайық, иншалла. Жылына 3 рет умра. Иншалла. Иншалла. Жылына 3 рет барып келемін деген мақсат қойдым. Зор екен негізі ол. Өзім бұрыннан да ойлайсың, 3 рет барсам екен. Жыл сайын, жылына? Ихтиқафқа барсам деп.
одан кейін шәуәлда деп өзім армандайтын. И қажылық болмаса. Мақсаттар көп енді әрине, оны айта берсе. Өзім жеке мақсаттарым. Иә. Сол жеке мақсаттарыңызда қандай ол? Мысалға, былай ғой, мен айтайын дегенім, көбісі шынымен де Алланың кешірімін сұрайды, Аллаға деген жақындықты, рахымын іздейді, тек қана Алланың алдында сүйкімді құлы болуымызға әрқайсымыз нәсіп етуімізді қалаймыз. Бірақ сонда да байқаймыз, көбісі умрадан келгеннен кейін қаншалықты өзінің кәсіптерін жақсартады, басқа бағытқа өзгерткен, өзін тани біледі деген. Мысалы, қыз, мен қателеспесем, сіз қаржы бағытында жұмыс істедіңіз. Қазір сол саланы жалғастырам деген ниетіңіз бар, әлде басқа салаға кетіп қалам деген өзіңіздің уже ойыңыз шыға бастадыңыз деген мен бір сұрақ, өзімнің ойым ғой. Дүниелік не да мақсаттарыңыз? Түсіндім сұрағыңызды. Басқа сала негізі кетемін деген ойлаған. Ол умраға дейін де, умраға баратын білмей тұрып та, ол жоспарында болған. Умраға барғаннан кейін өз жеке кәсібімді сұрадым Алладан. Дұғалар қабыл болатын екен. Өзім жеке кәсіп бастасам деген. Жақсы, сол кәсібіңіз саудада ма? Жалпы сауда негізі. Бір саудада береке бар. Сауда, иә, әрине. Әдемі, өте әдемі. Енді былай айтқанда бізде былай ашық сұхбат, біз былай нақты дайындалған жоқпыз болған. Сол себептен сіздің сезгеніңізді, ойлағаныңызды, білгеніңізді, түйгеніңізді сол біздің көрермендерге жеткізсек деген бізде ниет, ой болды. Енді қараңыз, бізде қосымшамызда тек қана Құран оқу емес, сонымен бірге садақа беру бар. Сіз сол қай бағытты ұстандыңыз? Тек қана Құран оқыту бағытына ма, немесе өзіңіз де кішкене қосымша садақа беріп тұрсыз ба? Осы Құранның жолында дегендей, осы қосымшаның белең алға қойған мақсаттарға жетуіне үлескер болдыңыз ба? Жоқ, мен дайым қосымшасын тек негізі қазір Құран оқуда ғана пайдаланамын. Садақаны басқа жолдармен де беремін. Садақаны басқа да жолдармен бересіз. Жақсы, түсінікті. Бірақ енді былай қосымшаға кіріп, оқып, көріп жатырмын. Инстаграмнан да көремін, рилстарды. Енді беремін, иншалла. Жақсы, сол кезде жақсы, әдемі. Дайым қосымшаға. Қосымша сұрақ, қандай мақсатпен бересіз? Сонда сіз бұл жаққа беруіңіздің мақсаты не болды сонда? Дамыту. Үлесімді қосу. Сондай ниет. Өйткені көбісі біле бермейді. Мысалға бізге садақа беру, ол былай айтқанда дайым қосымшасын мамандар не істейді? Бірінші, ол ұстаздарға ақша төлейді. Яғни қазір алда мақсат бізге Құранға түсемін деген ниетті болған барша қазақ бауырларымызды группамен ұстаз арқылы онлайн және офлайн сабақтарын өткізу. Екіншісі, ол осы қосымшаны жаңа деңгейге жеткізу. Қосымша алда бізде квиз болады. Және де төртіншісі, көп салада именно дайым қосымшасын дамыту. Былай айтқанда, оны жоғарғы деңгейге жеткізу. Әрине, оның бәрі қазір бізде таңда көп, Аллаға сансыз шүкір, дайым қосымшасында садақа беріп жатқан бізде былай айтқанда инвесторлар дейміз ғой. Солар мыңда бір 100 теңгеден, 50 теңгеден, 10 теңгеден беріп жатқан, ол кәдімгідей үлесін беріп жатыр. Соның арқасында біз сізді де, және де басқа да біздің қатысушыларымызды ай сайын умраға жеткізу, апару, және де сол мүмкін сол ниеттердің не себепкер болу біздің қосымша мақсатымыз. Жалпы сіз осы дайым қосымшасын қатысып жатқан бізде бар қатысушылар, ниеттеніп жатқан екінші, үшінші жеңімпаз болып, соларға өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз, өзіңіздің былай айтқанда наставлениеңізді айтып кетсеңіз. Дайым қосымшасын қолданушыларға айтарым, әрдайым оқып тұрыңыздар Құранды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Амалдардың ең жақсысы аз болса да тұрақты, үздіксіз жасалған амал. Осы ең қайырлы амал деп айтқан. Және де сіздердің ең басты ниеттеріңіз дұрыс болсын. Умраны ұтып алу емес, Құран оқу, Құран хатым жасау. Ең басты ниет осы болса екен деген ниеттемін, өзім сондай. Сонда да әрине ол дұрыс қой. Ол мотивация ретінде. Сонда да оқу, әрине ол Алланың қонағы болып, тоже онда оқиды ғой. Онда әрине кішкене ескерген жөн ба? Бірақ сонда да ең басты амалы ол Аллаға деген құлшылық. Жеке өзім айтар едім, умраға Алланың қалауымен ғана барады әр адам. Сол себепті ол дайым қосымшасы болса да, болмаса да, Алла шақырса ол кез келген адам барады. Сол себепті ең бастысы Құран хатым.
сондай ниеттен оқылған әрине өте жақсы болады. Жақсы. Ондай болса, сізге көп рахмет, Нұрлан мырза. Әрқашанда Алла сіздің жолыңыз берсін. Бізге де және біздің көрермендерге де осы умраға бару нәсіп етсін, иншалла. Сол енді не дейміз енді, әрқашанда бізбен болыңыздар. Дайын қосымшасы және де Құран хатымды жалғастыру әрқашанда біздің Инстаграм және TikTok парақшамызда бүкіл ақпаратты сіздерге жеткіземіз. Бәріңізге рахмет. Ассаламу алейкум.